Жуырда өңірде малды көктемгі жоспарлы вакциналау басталады. Екпе қауіпті 9 ауруға қарсы қойылады. Осы мақсатта жақын арада облысқа 2.031.000 доза вакцина жеткізілуі тиіс. Тілші тарқатады. Сергей Жумагулов ветеринар дәрігер. Қызылжар аудандағы серіктестіктердің бірінде еңбек етеді. Малдың денсаулығы да, күйлілігі де осы маманның бақылауында. Зерттеу жүргізуге қан алады, екпе салады, қажет болса құрама жемін де береді. Петерфельд агрода бұзауымен қоса санағанда симментал тұқымды 4000-нан астам мал бар. Жақында олардың барлығына жыл сайынғы вакцина егілмек. Вакцинации у нас идут плановые, они идут практически каждый день. Бізде малдарға екпеден бөлек тиісті дәрілік препараттар жиі егіледі. Себебі сиырлар 2 күннің бірінде бұзаулайды. Оларға әр 15 күн сайын препарат егіледі. Ал вакцина жылына 2 рет салынады, негізінен күзде және көктемде. Алдын алу шаралары уақытында қолға алынбаса, малдың арасына түскен инфекция тез таралып кетуі мүмкін. Оны болдырмау үшін қойылатын вакцина жануардың иммунитетін нығайтады. Биыл облыс аумағында көктемгі екпе қауіпті 9 ауруға қарсы салынады. Олар негізінен Сібір жарасы, бруцеллез, пастереллез және аурудың тағы бір қатар түрі. Ветеринар мамандардың айтуынша, кей жағдайда мал иелері вакцина ектіруге құлықсыздық танытатын көрінеді. Бастысы уақытында егілген екпе аурудан қорған екенін ұмытпау қажет. Напомнить, вернее, владельцам животных, что... Мал иелеріне айтар бір өтінішіміз бар. Жануарларыңызға екпе ектіруге қарсылық танытпай, ветеринарға уақытында көрсетіп тұру қажет. Өйткені сол күні санақ жүргізіледі. Мал нөмірленеді. Малды жоспарлы вакциналау осы айда бастау алады. Екпе жуық арада жеткізілуі тиіс. Екпе егу тегін. Алтынай Қазиқан, Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.